Бүгінгі тамаша жаңа сабақты мына бір керемет психологтың сөзіменен бастауды жөн көріп отырмын. Жалпы Виктор Франкл деген мықты психологты біреу білер, біреу білмес. Ол кісі өзінің бір кітабында адамнан барлық нәрсені тартып алуға болады. Тек бір ғана нәрсені тартып ала алмайсың. Ол оның таңдау еркінді деген. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде тағы да жаңа сабақ, яғни сабағымыз көз қарасымызды, біздің қабылдауымызды өзгертуге негізделген. Виктор Франклдың сөзіне сүйенетін болсақ, кез келген ситуацияға қандай қатынаста болады, таңдау еркіндігі әр адамның өзінде дейді. Жалпы Виктор Франкл деген не? Қандай психологияны, яғни ол кісі кім болған, немен айналысқан? Қысқаша айтатын болсақ, ол кісі ең бірінші Германияда соғыс кезінде концлагерьде болған. Виктор Франклдың айтқанымен ешкім таласа алмас. Неге? Себебі адамдармен физикалық та, психологиялық та тұрғыда етене жұмыс жасаған бірден бір психолог. Ол лагерде болған, соған қарамастан ол қаншама адамның дұрыс таңдау жасауына өз әсерін берген. Яғни ол өте қиын сәтте адамдарда таңдау еркіндігі өзінде бар екенін зерттеп, соған көз жеткізген. Сіздің жетістігіңіз жалпы сіздің қарым-қатынасыңызға тікелей байланысты. Ендеше таңдау еркіндігі дегеніміз не? Жалпы қарым-қатынас дегеніміз не? Ары қарай осы туралы әңгімені өрбітпекпін. Қарым-қатынас сөзі ағылшын тіліндегі ең түсініксіз және ең көп пайдаланатын сөздің бірі болып табылады екен. Ұстаздар жалпы студенттерге оқуға деген қарым-қатынасын өзгертсе, олардың білім деңгейі артады дейді. Сату менеджерлері сатушыларға жұмысқа деген қарым-қатынасы олардың сатуына әсер ететінін айтады. Психологтар екі жұптың қарым-қатынастарын жақсарту үшін бір-біріне деген қарым-қатынастарын өзгертуді ұсынады. Ал енді дәрігерлер пациенттерге қолынан келетін барлық нәрсенің жасап, ендігі нәтиже науқастардың өздерінде. Яғни олардың ауруға деген қарым-қатынасына тікелей байланысты екенін айтады. Жалпы 10 шақты адамнан қарым-қатынас деген не деп сұрайтын болсақ, 10 түрлі жауап алатынымыз анық. Егер сіз қарым-қатынастың айқын және нақты ұғымын, оның қалыптасуын білсеңіз, онда адамдардың аз ғана пайызы өздерінің қарым-қатынасын бақылайтынын көресіз. Шындығында олардың қарым-қатынасы бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан бақылауға алынып, басқа адамдармен өмірдегі жағдайларға тікелей байланысты. Осы сабаққа үлкен мән беріп қарауыңызды сұраймын, себебі ол кез келген басқа сабақтармен салыстырғанда нәтижелеріңізді жылдам және елеулі түрде өзгертуге көмектеседі. Жалпы Уильям Джеймс деген бір тамаша кісінің жазбаларын мен көп оқимын. Сол кісінің мынандай бір айтқаны бар. Менің дәуірімдегі ұлы жаңалық адамзат өз өмірін өзгерту үшін ойлау мүшесін дұрыс жаққа өзгертуі деп айтады. Бұл жерде Уильям не дейді? Бізге өміріңіздің кез келген аймағында тез оң өзгерістерді алудың қарапайым рецептін ұсынып тұр. Бұл туралы мен жалпы бірнеше кітап оқығандарыңызды білемін, сондай-ақ менің де кітабымда осы туралы жазылған. Қарым-қатынас сіздің ойларыңыз бен сезімдеріңіздің және әрекеттеріңіздің жиынтығы. Бұл жай ғана сіздің ойыңыз, сезіміңіз, әрекетіңіз ғана емес, ол сіздің ой мен сезімдеріңіздің біріккендегі жасалған
әрекет болып табылады. Өзара қарым-қатынас тақырыбы соншалықты маңызды болғандықтан, біз оның әрбір бөліміне жеке тоқталмақпыз. Жоғарыда айтылғандай, қарым-қатынас бұл ой, сезім мен әрекет біріккен тұсы. Біздің санамызда ағып жатқан кәдімгі шығармашылық күш бар дедік, оның белгілі бір формасы жоқ, ол жай ғана бар. Бұл оңда, терісте емес. Сіз қалай өзіңіздің жоғарғы мүмкіндіктеріңізді іске асырып, оған күш бере бастайсыз, қарым-қатынастың алғашқы белгісі пайда болады. Сіз не жағымды, не жағымсыз картиналарды қалыптастыра бастайсыз. Бұл картина сананың деңгейінде вибрация, сөз, қимыл арқылы байқалады. Тамаша қарым-қатынас бұл сіздің ғажап өмірдің кепілі. Егер өмірімде қандай да бір дүние ұнамай жатса, ойымдағыдай болмай жатса, бірден мен өз басым сол затқа деген қарым-қатынасымды өзгертемін. Сіздің бойыңызда ерекше талант болсын, ерекше қабілет болсын, егер сіздің кез келген дүниеге деген қарым-қатынасыңыз дұрыс болмаса, оның барлығы бекер. Соншама талант иесі болудың ешбір пайдасы жоқ. Еш нәрсеге қарамастан, менің жағымсыз қарым-қатынасым мені жағымсыз нәтижелерге алып келеді. Сізге қарыз ұнамай ма? Мысалға, қарызға бата бересіз. Қарыз деген дүниеге дұрыстап қарап үйренуіңіз керек. Сол нәрсеге деген қарым-қатынасыңызды өзгертуіңіз керек. Ол дұрыс емес, жақсы емес, бірақ адамдар соған неліктен барды, солай болғанын шынымен қалағандықтан барды ма? Еркектердің ерсі қылықтары ұнамайды кейбір қыздарға, сонда еркектерді өміріңізге бірақ тарта беретін боласыз. Біздің осы сабаққа қатысушылардың барлығында өзіндік бір жақсы өзгеріс бар. Неге? Себебі бұл жердегі адамдар білмесе де бүгінгі күнге дейін біраз дүниеге деген қарым-қатынасын өзгертті. Біздің денеміз, біздің яғни разум деп атады ғой, сана дейміз ба, оны қалай деп айтамыз? Соның бұйрығын орындайды екен. Мына біздің денеміз, мына жақтағы разум деген нәрсенің бұйрығын орындайды. Яғни біздің санада қандай да бір компьютерға енгізіп қойған сияқты программа бар. Сол бойынша жұмыс жасайды екен. Адамдар өздерінің қарым-қатынасын өзгертсе, өмірлерін өзгертер еді дейді әлгі Уильям Джеймс. Біз кез келген жағдайда тек жақсыны, ғажапты, әдемілікті, керемет тосын сыйларды, тағы да бір ғажайып мүмкіндіктерді көретін болсақ, бізде бәрі өзгеретін болады. Барлық жерде жақсылықты іздейтін болсақ, біздің парадигмаларымыз, жүріс-тұрысымыз, мінезіміз, әдеттеріміз де өзгереді. Енді байқасаңыздар, біздің сабақ, дәл бүгінгі сабақ, сонау ойыңды, сөзіңді, әдеттеріңді, парадигмаңды, ортаңды, күндегі ережені барлығын өзгерту арқылы бүйтіп келгенде ақырын адамдардың қабылдауы, осындай қарым-қатынас өзгереді екен. Сіздерде уже біраз өзгеріс бар. Егерде бүгінгі сабақпен соны толықтырсаңыздар, мүлдем басқаша қарайтын боласыздар. Бәріміз білеміз, біздің санада қабылдау антенналарымыз бар. Мен ылғи айтам, ол не? Ес сезу, яғни дәм сезу, ол есту, ол ұстап көру, міне құлақпен есту, неше түрлі біздің кәдімгі антенналарымыз бар. Мен бұны ылғи айтам, антенна, жан-жақтан ақпаратты қабылдау антеннасы деп. Бұлардың барлығы да бізге пайдасын да, зиянын да тигізе алады. Егер 24 сағат бойы керек емес, жағымсыз ақпараттарды көретін болсаңыз, бірақ аптаның ішінде сіздің кәдімгі бойыңызды негатив билеп, сізде депрессия, стресс бола бастайды. Сіз неге олай болады? Сіз өйткені көресіз, сіз оны уайымдайсыз,
қала берді, қаншама адаммен оны айтып бөлісесіз. Сізге ол керек па? Әрине керек емес, бірақ біз бұрын білмедік, енді білудеміз. Сондықтан біз бұл мүмкіндіктерді басқаша пайдаланамыз. Тура сол сияқты ол антенналарды пайдалыға, яғни бізге пайдасы, өміріме пайдасы тиетін, ол не мысалға, жақсы дүниелерге жұмсай алатын болсақ, кешке дейін мотивационный күшті кинолар көретін болсақ, күшті әңгімелер, кітаптар тыңдап, оқып, жақсы адамдармен сөйлесіп, ол естіген мотивациялық дүниелеріңізді өзгелерменен бөлісетін болсаңыз, білгеніңізді, сұрақтарыңызды, қызық деген бір дүниелерге жауап алғаныңызды, осының барлығын бөлісіп айтып жататын болсаңыз, не болады? Әрине сізде тамаша сезім, құштарлық, кәдімгідей бір керемет көңіл күйде боласыз. Міне, осы екі жағдайда сол антеннаны қалай пайдалану әр адамның өзінде, яғни таңдау еркіндігі сіздерде. Біз жан жағымызда болып жатқан дүниелерге қараймыз, көреміз, себебі біз қоршаған ортаның бір бөлігіміз. Біз мына қоршаған ортадан ауып бір жаққа кетіп қалмаймыз ғой. Бірақ сол қоршаған әлем бізді билеуін қаламаймыз, оған жол бермеуіміз керек. Біздің міндет сол қоршаған ортаны өзіміз билеп үйрену. Ол деген біреуді төмпештеп, соған жаңағы биле деп айтып жатқаным, біреуді төмпештеп әлім жетерлік жасау емес. Егер біз өзіміздің түйсігімізді қалай қалыптасқанын білетін болсақ, біз сыртқы қоршаған әлемді өзіміз билей алатын боламыз. Бұл туралы қазір жақсылап тыңдап отырсаңыздар, өте көптеген ақпарат естисіздер. Егер сіз өзіңіздің санаңызды игере алмайтын болсаңыз, осы аралықта айтылған ақпаратты пайдалана алмаған болсаңыз, санаға қатысты еш нәрсеге түсінбеген болсаңыз, 99%-да міндетті түрде сыртқы әлем сізді басқарып, сізге өз билігін жүргізеді. Біздің санамыз ақпаратты жан жақты жинай алатын күшке ие. Сонымен қатар санамызда таңдау мүмкіндігі бар дедік. Яғни, мына ақпарат маған керек па, жоқ керек емес па? Пайдалы ма, жоқ пайдалысы жоқ па? Осы сияқты бізде таңдау мүмкіндігі бар. Оны мына түп сана емес, міне жоғарыда тұрған сана жасай алады. Өзіңізге кәдімгідей жазып қойыңыз. Үлкен қылып тұрып жазып, көзіңіздің алдына кәдімгі іліп қойыңыз. Менің санамда үнемі таңдау құқығым бар. Яғни, мына санамда болмаса, менің үнемі таңдау құқығым бар. Мен өзім білем, не таңдасам да. 24 сағат бойы сізге келетін және сіз арқылы шығатын кәдімгі түрлі энергия көздері бар дедік. Осы энергия санаға өткенде не жағымды, не жағымсыз болады. Өздігінен энергия жақсы, жаман деп бөлінбейді. Ол жай ғана, міне, прозрачный мысалға, бөтелкеге су құйып қойсаңыз, ана су жаман не жақсы емес қой, кәдімгі прозрачный, Біздің санамызға сол түскен кезде энергия да сондай болады екен. Жаман не жақсы болып келмейді. Ол біздің санамызға түскенде ғана біз оны не оң, не теріс болуына әсер етеміз. Яғни ол біздің санамызда қандай ақпарат жатыр, қандай идея жатыр, кешке дейін не көрдім, не естідім, соған тікелей байланысты. Не балшық салсаң кәдімгі мутный болып былғанып кетеді, осы тура сол сияқты негативқа толы болса, жағымсызға толы болса, парадигмаларға, ол жаман бола бастайды. Ал егер тұп-тұнық, таза, позитивті, көңілді, ешқандай жаман ой жоқ болса, ол сол қалпында жақсы, кәдімгі тұп-тұнық болып қалады екен. Таңдау еркіндігі сізде. Тағы да бір заңдылық бар, жалпы заңдылық алаңы деген нәрсе. Сол заңдылыққа сай өмірде барлығы екі жақты болып бөлінеді. Ол не? Яғни қарама қайшылық заңдылығы. Ол не? Минус, плюс. Жақсы, жаман. Ақ, қара, ыстық, суық, ащы, тәтті.
бір нәрсенің іші сырты деген сияқты. Мұның барлығы да бізге керек. Яғни барлық нәрсе бірдей жақсы я жаман болып кетпейді. Осы тұста адам өзіне келген, өзі арқылы шығатын энергиялардың қалай болуын тікелей өзі анықтайды, өзі таңдайды, энергияның характерін өзіміз кәдімгідей анықтап береткенбіз. Яғни біз таңдау жасау арқылы ол энергияларды не жағымды, не жағымсыз етеміз. Таңдау деген, қараңыз, маған келіп біреу, сен мынаны көр, мына нәрсені, да маған біреулер WhatsApp-пен жүрді, қарашы деп, жағымсыз. Бірақ таңдау өзімде ғой. Көрем ба, көрмеймін ба, заята көрмегенім үшін біреу мені келіп ұрмайды ғой, соны жіберген адам. Болмаса тамаша киноны барып көрсем, маған біреу ешкім менің көзімді байлап, я болмаса ютубымды өшіріп тастамайды ғой. Ютубта барлық ақпарат тұр, жағымды да, жағымсыз да, қажет те, қажет емес те. Оны таңдау еркіндігі сізде. Ойлау түйсігіміз қабылдау, қабылдамау деген таңдау құқығына ие. Яғни сізде таңдау құқығы бар. Мысалға, жаңа айттым ғой, теледидар бар, радио бар, ютуб бар, білмеймін, осы нәрсеге қатысты жағымсыз, жағымды дүниені көру, көрмеу, ол тек қана сіздің еркіңізде. Елдегі, мысалға, экономикалық жағдайдың ушыққанын, жаман болғанын жалпы сіздер қалайсыз ба? Мысалға, барлығымызда жоқ дейтініміз анық. Енді осы тұста көршіңіз, досыңыз осындай елдегі бір дағдарыс туралы жағымсыз дүниелерді, әңгімелерді жиі айтады дейік. Ол ақпаратқа сіз қандай да бір өзгеріс қоса аласыз ба дәл қазір? Көпшілігіміз қоса алмаймыз. Мен мына қоғамға жақсы болуға мен бір ғана үлес қоса аламын, білетінім, өзім жақсы болуым керек та. Мен өзім жақсы болсам, менен туылған балалар жақсы болады. Ол балалардың қасындағы достар жақсы болады, үйдегі туған туыс жақсы болады. Міне менің мына қоғамға қосқан үлесім осы. Жалпы көрдіңіздер ғой, сондықтан ешқандай да экономикалық, яғни мынау біздің қоғамның мәселелеріне басыңызды тығып, жаңағыдай, енді қалай ол, ютубтан тағы басқа нәрселерден жаңалық көрудің еш қатысы жоқ. Егер қоғам жақсы болсын десеңіз, осы мемлекет жақсы болсын десеңіз, тек қана өзіңіз жақсы болу арқылы қана қандай да бір жақсы әсеріңізді беретін боласыздар. Сондықтан ондай әңгіме басталған жерден, ондай дүние болған жерден бірден тоқтатып, басқа әңгіме айту, басқа жаңағыдай жағымды дүниелерді айту, таңдау еркіндігі өз жаңағы еркіңізде. Яғни таңдау әркімнің өз еркінде. Мұндайда бір нәрсені ескерген жөн, экономикалық жағдай, жаңағыдай әрбір мемлекетте қиындық, ол бұрыннан болып келе жатқан дүниелер. Бірақ жетістікке жеткен кісілерге ешбір кризис әсер етпеген. Керісінше олар оны дұрыс қабылдап, өздерінің кризиске деген қарым-қатынасын өзгерту арқылы керемет дүниелерді ойлап тапқан. Және жетістікке жеттіп, біздерге үлкен нәтижелермен бөліскен. Сондықтан шын болса да, қандай да бір жағымсыз әңгіме дегенді тыңдамау өз еркіңізде. Біздің сабақ барысында ондайдан мүлдем ақпараттан аулақ болыңыздар. Жалпы мен өз басымды алып қарайтын болсам, мүлдем ондайға уақытым да жоқ, кәдімгі желаниям да жоқ. Оны айтып, жырлап отыруға, одан да кино көріп тастағаным артық, я болмаса бір кітап оқып тастағаным артық. Сондықтан сіздер де осы сабақтан кейін сол әдетті бойларыңызға қалыптастыруыңыз керек екен. Кез келген әңгімені жағымды жаққа өзгертеміз. Негатив дүниелерді қабылдамай, бірден ол адамның да, соны айтып отырған адамның да көңіл күйін көтеретін жақсы дүниелерді айтуды біз өткен сабақтарда айтқан болатынбыз. Осыдан бастап осындай әдеттерді өзгертуден барып, сіздің санаңыз идеяларды, ойларды, ақпараттарды, яғни таңдау жасай алады. Бұдан кейін барып қабылдау, қабылдамау деген
таңдауды жасай алады. Енді түпкі санаға қарай өтедік. Себебі өміріміздегі көптеген ғажайыптың барлығы бұл тікелей түпкі санаға байланысты. Біздің түпкі санада таңдау мүмкіндігі жоқ дедік. Біздің тек қана санамызда таңдау мүмкіндігі бар, иә. Біздің түпкі санада тек қана қабылдау, яғни ол сіздің санадан өткен дүниені қабылдап алады. Түпкі сана тек губка секілді кәдімгі бір нәрселерді сорып алады екен өзіне, иә. Біздің нәтижелерімізбен нені қабылдағанын көрсетеді. Яғни біздің түпкі сана қандай ақпаратты өзіне қабылдап алғаны туралы біздің кез келген қазіргі таңдағы бар нәтижемізге қарап білуге болады. Егерде қарызды қаламаймын, ақшаның жоқ болғанын қаламаймын деп жиі айтып, қарыз болмауды жиі ойлайтын болсаңыз, түпкі санада қаламаймын деген нәрсені ұқпайды. Яғни ол қарызды қалау дегенді ғана біледі. Ол сіздің қарыз дегеніңізді естіп, айтып жатқаннан кейін былай өте қарапайым мысалмен түсіндірсек, ол сізге қарызды тарта береді. Сондықтан ол сөзді ұмытып, ақшаның көп, ақша мол, яғни барлығы жақсы деген дүниелерге ауыстыруымыз қажет. Себебі тағы да қайталап айтамын, түпкі санада маған қажет па, қажет емес па, керек емес па, бұл дұрыс емес, жақсы, жаман деген дүниені ажырата алмайды. Жоқ, керек емес деген қосымша сөздер тіпті. Біз ол тек қана сөздің мысалға қарыз дегенге ғана, қалай айтсам болады сізге, қарыз деген сөзді ғана ол түсінеді. Яғни бұл Камшатқа керек емес деген нәрсені анықтай алмайды. Ол тек қана тарту, яғни тартылыс күшіне ие бір бөлік. Сондықтан қандай да бір дүниелерге көбірек энергия саласыз, ол соны орындайды. Түпкі санаға жібермес бұрын сананың деңгейінде таңдау жасап, бізге не қажет емес екенін ойланып, анықтап алған жөн. Енді ойыңызды тынықтырып, оймен бір әдемі картина салайық, бір сурет жасайық. Мысалы, дәл қазіргі таңда осы отырған жеріңізде әдемі күннің сәулесі, тұп-тұнық аспан. Енді осы жерде аяғыңызға қараңыз, тырнақтарыңызға әдемі педикюр жасалған, маникюр жасалған, әппақ, әдемі денеңіз, сондай бір ыстық, жұмсақ, күшті бір құмның үстінде тұрсыз. Сіздің сол жағыңызда мұхит бар, көгілдір тұнық су, оның толқыны, үстіңізде бір тамаша самалдың желпіп жатқанын, жан жағыңызда керемет құстардың үні, шағалалар ұшып жүр. Осының барлығын елестетіңіз. Денеңіздегі әр бір клеткаңызбен сезініңіз. Тамаша бір әуен бар. Мінекей осының бәрін бір сәт отырып, сезініп, елестетіп көріңіз. Керемет қой, керемет, ғажайып, сұлулық. Мінекей енді көзіңізді ашып, осыны елестеткен сәтте кім не сезіне алды? Барлығын, әрбір елестеткеніңіз, міне осы жерге пауза қойып, қайтадан артқа барып, менің айтуым бойынша елестетіп келсеңіздер болады. Әрбір клеткаңызбен не сезіндіңіз? Мен бір аз ғана уақыт алдым, міне аз ғана уақыттың ішінде сіз не сезіне алдыңыз? Қандай да бір дүние болды ма, болмады ма, ұнады ма, ұнамады ма? Осыны үйде отырып, елестетіп болғаннан кейін барлығын қағазға жазыңыздар. Сіздің түпкі сана барлығын тап-таза күйде қабылдай алады. Сіздің денеңіз тіпті самалды да сезе алады. Яғни сіздің түпкі сана барлығын жаңадан қабылдап, ол қабылдаған кезде біз физикалық түрде сезіне бастаймыз. Яғни мен сізге айтқан дүниені, картинаны көз алдыңызда сананың деңгейінде, түп сана елестеттіңіз, оны бірақ әрбір сіздің дене мүшеңіз физикалық түрде кәдімгідей ыстық
құмды, жаңағы даусын, теңіздің дауысын барлығын біздің дене мүшелеріміз сезе алады екен. Адамның түпкі санасы кез келген нәрсені осы шақта шын өтірік деп бөлместен қабылдай алады. Мысалға, океан бар ма, жаңағы мұхит қасыңызда жоқ па, сіз үйдесіз ба, жұмыстасыз ба, бұл нәрсе өтірік па, шын ба, маңызды емес. Ең маңыздысы түпкі сана елестету арқылы барлығын осы шақта қабылдайды. Сіз елестеткенде 10 жылдан кейінгіні елестеттіңіз, елестетпедіңіз, сіз дәл қазір осы жерде сезініп елестетіңіз. Дәл осы елестетуі мықты болған адамдар жетістікке тезірек жетеді екен. Сырт ел сенбеуі мүмкін, күлуі де мүмкін, бірақ кім нені тұнық елестете алады, сол елестеткен дүниесіне қол жеткізеді. Бұл менің айтқаным емес, бұл кәдімгі ғалам заңдылығы. Тура осы елестетудің арқасында кәдімгі барлықтарыңыз білесіздер, Эдман деген кісі Эверестті бағындырған. Ағайынды рейдтар ол не істеген? Олар кезінде самолет туралы айтып, ауаға ұшуды айтқанда елдің барлығы күлген, тіпті күлмеген адам қалмаған. Бірақ олар жасап шықты. Сондықтан сіздің түпкі сана, сіздің сезінгеніңізді қабылдайды. Сондықтан жиі елестетуді қолға аламыз. Қандай өмірді қалайсыз? Неге қол жеткізгіңіз келеді? Барлығын дәл қазір осы жерде елестетіп сезінуді бастаңыз. Сенбейтін адам, күлетін адам болмайды емес. Болады, оларға берер бір ғана жауап болады. Яғни сен сенбесең, оған менің ешқандай қатысым жоқ. Яғни мен өзім сеніп тұрмын, мен елестетіп білемін да, қайда бара жатқанын. Бірақ ешкімге де айтып оны жар салудың қажеті жоқ. Сіздің жұмыс сабақта отырып орындау, сіз әлгі жаңағы қағазға жазу, сол нәрсені бір мезгіл қиялға берілу. Жалпы энергия біздің санамызға түседі. Энергия деген бұл не? Нейтралды, яғни жағымды, жағымсыз, жаман, жақсы емес деп айттық. Санаға түскен энергияны жақсарту, жаман қылу, бұл әркімнің өз еркінде, тікелей бізге байланысты дедік. Ылғи көңілді, жағымды дүние көріп, естіп бөлісетін болсақ, біздің энергия плюсқа айналады. Яғни бізге қажетті вибрация бөледі. Немесе керісінше минусқа айналады. Осы нәрсені естен шығармаңыз. Егер сіз оймен немесе физикалық күйде көңіл күйіңіз жоқ болса, сіз өміріңізге жағымсыз дүниелерді тартатын боласыз. Егер мен өзімді көңілсіз сезінсем, мен сол сәтте өзіме жағымсыз дүниелерді тартатын боламын деп көзіңіздің алдына жазып қойыңыз. Вибрация деген нәрсе бұл ғаламның заңдылықтарының бірі. Егер сіз көңілді күйде жүретін болсаңыз, міндетті түрде өміріңізге қажетті кез келген адамды да, керемет идеяларды, керемет табысты да, кәсіпті де тартатын боласыз. Қандай жағдайға тап болсақ та, біз санамызда қандай күйді ұстауымызға, қабылдауымызға таңдау еркіндігі бар. Бізде мұндай таңдау мүмкіндігін ешкім ешқашан тартып ала алмайды. Қарым-қатынас бұл біздің ойымыздың, біздің сезіміміздің және біздің әрекеттеріміздің жиынтығы. Мысалға, сіз тойдан шыққанда, сізге бір тау жаңағы торт берсе, сіз ешқашан торттың гүліне қарап әдемі гүл екен деп айтпайсыз. Торт дегеніміз не? Ол бірнеше қоспадан біріккен дәмді нәрсе. Тура сол сияқты қарым-қатынаста адамның бойындағы ойы, сөзі, сезімі және әрекетінің жиынтығы. Сіз ғаламға жібергеніңіздің барлығын өзіңізге қайтып келетінін ұмытпауыңыз керек. Яғни сіз керемет көңіл күйде, керемет оймен, керемет сезіммен, керемет әрекеттермен алдыға қарай қадам жасайтын болсаңыз, міндетті түрде нәтиже керемет болады. Сондықтан неге қол жеткізіп жатырсыз? Қазіргі нәтижеңіз қалай? Осының барлығына ойланыңыз. Неге бұлай?
неге жолым болмай жүр, неге маған осындай нәрсені жазып қойды дей бермей, кәдімгі өзіңіздің нақты әдеттеріңізге, әрбір болған проблемаға, әрбір болған жағдайға, ситуацияға қарым қатынасыңыз қандай, осыған ойланыңыз. Осы сұраққа кәдімгі жазбаша түрде жауап беріңіз. Қандай жағдай болса да, сол жағдайдан жақсылық таба білу, жақсылықты іздей білу, мүмкіндікті көре білу. Сондықтан жағдайыңыз жақсы ма, жаман ба, сіз не іздейсіз? Ондай жағдай барлық адамда бірдей болуы мүмкін, бірақ әркім өзіне керегін көреді. Біреу проблема көреді, біреу тағы да істің кейін кеткенін көреді, біреу мүмкіндік көреді, біреу жаңадан бір баспалдақ көреді. Әркім әртүрлі. Сіз не көресіз? Осы туралы ойланыңыз. Сізге біреу дөрекілік көрсетті ма? Мысалға, біздің мына түп санамызда қалыптасқан әлгі парадигма дейміз ба, сол нәрсеге ол түрлі әсер етуі мүмкін. Себебі біздің жаңағыдай ішімізде орныққан дүниенің барлығы бізге ол сыртқа көрсеткіш болып шығады. Ол қалай шығады? Біреу мысалға кері әсерін, бір жағымсыз дүниені айтқан кезде ол бірде негатив болып ашуға салынып басқаша шығады. Сондықтан біздің вибрациямыз, көңіл күйіміз тікелей ойымызға байланысты. Көңіл күйіңіз жоқ па, бірден басыңызға қарай барыңыз. Көңіл күйменде қазір жөнді болмай тұрма, бірден барам. Не ойлап тұрмын деймін. Ойды өзгертуім керек. Ендеше сыртқы қоршаған ортаның сізге деген қарым қатынасы сіздің болашағыңызға ешқандай әсер етпеуі керек. Оны қабылдау, қабылдамау деген сізде таңдау бар. Сіздің жетістікке жету жетпеу өзіңіздің қарым қатынасыңызға тікелей байланысты. Бұл ақпараттың барлығын тыңдап қана қоймай, іске асырыңыз. Кәдімгі өміріңізде пайдаланыңыз. Мысалға, кез келген жағдайға тап болдыңыз, оны негатив деп, оны проблема деп қабылдау, болмаса бұның артында не бар екен, қандай сыйлығы бар екен, қандай мүмкіндік бар, мен не істей аламын, дәл қазір не істей аламын осыны өзгерту үшін, сол нәрсені. Егер де сіз сол проблемаға беріліп, ойбай деп кәдімгі уайымға салынатын болсаңыз, бұрынғы парадигмалардың жетегімен уайымдап, айқай-шу, жылап-сықтауға берілетін болсаңыз, ол не істейді? Сол жағдай сізді контрольға алды, сізді бақылауға алды деген сөз. Ал егер сіз соны өзіңіз контрольға алып, стоп, бұдан еш нәрсе әлі өзгерген жоқ. Мен қазір қолымнан не келеді, соны жасаймын, қалғанын уақыттың еншісіне қалдырам, өзі реттеледі. Яғни ары қарай келесі жұмыстарымды реттей беруім керек. Келесі мүмкіндіктерді бір дүниеге проблема деп шолып қарайтын болсаңыз, онда сіз басқа жақтағы мүмкіндіктерді жіберіп аласыз. Мысалға, біреу сізге ақша қарыз бермей жатыр, артынан жүгіріп жатсыз, сұрап жатсыз, ұрсып жатсыз, күнде айтып жатсыз, бәленше ақшамды бермей қойды, бүйтіп жатыр, тек оңбаған екен, бір нәрсе екен. Ал сіз мына жан жақтағы бүкіл зейінді осы ақшаға, қарызға қойып қойдыңызда, жан жақтан сізге келіп кетіп жатқан ақшалардың бәрін жіберіп алып жатсыз. Хорошо, бермеді, сұраңыз, айтыңыз, ескертіңіз. Хайыр, берсе қайтты, бермесе Алла разылығы үшін мен кешірдім. Кешіргеннен сіз кедей болмайсыз, сіз өзіңізге керісінше жол ашып жатсыз. Барасыз, басқа нәрселерге қарайтын болсаңыз, не істей аламын, бұның орнын қалай толтырам, қайдан қандай ақша жасауға болады деген сұрақпен алдыға жылжитын болсаңыз, міндетті түрде түрлі табыс көзі ашылары анық. Ендеше бүгінгі сабақты тағы да бірнеше рет тыңдау арқылы, әрбір сұраққа жазбаша түрде жауап беру арқылы менің нақты не айтқым келгенін түсінетін боласыздар. Баршаңызға көп рахмет, сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.